Тоғызқұмалақ ойыны сонау өте көне заманнан, ғұн заманнан келе жатқан қазақтың интеллектуалды зияткерлік ойыны. Тоғызқұмалақтың 4000 жылдық тарихы бар екен, біздің археолог ғалымдар осыдан бірнеше жыл бұрын табылған тас арқылы дәлелдеп отыр. Бұл ойынды тіпті әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби де сүйіп ойнаған. Терең зер салып, зерттеп, өз жазбаларында қалдырып кеткен. Ал қазақтың ұлы ақыны, данагөй ойшылы Абай Құнанбаев та өте қатты сүйіп ойнаған және өз заманының ойыншыларымен сынға түсіп ойын жарыстырған. Әйгілі ойыншылар қатарына қазақтың ең алғашқы ғалымы Шоқан Уәлихановты да қосуға болады. Қазақтың әйгілі жазушы Мұхтар Әуезов, Ұлы Отан соғысының атақты батыры Бауыржан Момышұлының да сүйікті ойыны болған деседі. Бүгін біздің сұхбатымызға қаламыздағы 2-ші мектептің мұғалімі, тоғызқұмалақ ойынының білгірі және жанкүйері Жалғасбаев Нағашыбай Әмитұлы келіп отыр. Нағашыбай Әмитұлы, бүгінгі сұхбатымыздың арқауы қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ болғандықтан, әңгімемізді осы ұлттық ойынның тарихынан бастасақ. Тоғызқұмалақ ойыны өте ежелден келе жатқан қазақ және қырғыз халқының ортасында ойналған ойын. Кейбір ғалымдардың айтуы бойынша бұл ойын біздің ғасырымыздың 3,5 жыл бұрын пайда болған екен. Кейіннен ұрпақтан ұрпаққа, баладан балаға, атадан балаға сөйтіп жалғасып келіп, осы бүгінге дейін жетті. Сонда бұл ойынның өзінің негізінен екі түрлі әдісі болған. Екі түрі болған. Біріншісі қуып ойнау делінеді, екіншісі қарсы ойын делінеді. Мен өзі негізі Өзбекстанның Науаи облысында, қазіргі Тамда ауданында дүниеге келгенмін. Сол біздің елдегі ақсақалдардың біразымен кездесіп көрдім, ол кісілердің көбісі қарсы ойын деген түрімен ойнады. Және оның үстіне бұл ойынның өте ежелден келе жатқан дейтін себебім, мынау Жамбыл облысының Қаратау несінен үңгірден мынадай тоғызқұмалақтың тасқа қашалып істелінген тақтасы табылған. Және оның үстіне сол жаңағы мен өзім сөзім біздің елдегі ақсақалдарда ойнаған демекші, біздің елде Аяқұдық деген елді мекен бар. Міне сол жерде біздің ата-бабаларымыз да мінекей мынадай етіп тасқа қашап, ойып, сонда тоғызқұмалақ ойынын ойнаған. Бұл тоғызқұмалақ ойынының негізгі мақсаты, тәрбиелік мәні сол, бұл қазіргі жастардың, жаңыз жастардың емес, бүкіл осы ойымен ойнап келе жатқан кісілердің ой өрісін, математикалық есептерді ауызша тез есептеуге үйрететін, бір адамды сабырлылыққа, сондай ұқыптылыққа үйрететін ойын. Тоғызқұмалақ ойынына қызығу деген өзі баста менің бір Телебаев Ғалымжан деген оқушым Алматыда оқып келіп, сонан бастап үйретіп жатқан. Соған бір күні ауылға облыстық дәрежедегі бір жас жігіт бір шаруамен келіп, енді қазақтың әдеті белгілі ғой, бүгін анай, бүгін мұнай дегенде шақырып, жаңа кісіні жаған кезде сыртта естік, мынау қарта деген ойын қазақтың ұлттық ойын екен деген сөзін естік. Себебі қайсы үйге барсам да қарта ойнап атады деп. Сосын соны естігеннен кейін біздер енді өтініш қылып сол жігітпен кездесейік деп алдына 4 жігіт кіріп сөйлесіп нетіп ек. Иә деді, қайсы үйге барсам да қарта ойнайды. Сендерде басқа ойын жоқ қой деді. Сосын неге жоқ? Мінекей деп біз алып барған, өзімізбен алып барған тақтаны көрсеттік, кітапты көрсеттік. Мінекей біз осы ойынды үйреніп жүрміз. Бұл ата-бабамыздан қалған мұра бізге. Бірақ ұмытылып кеткен бір қандай да бір себептермен. Мысалы мен өзімнің
Әкем осы тоғызқұмалақты ойнайтынын мен білмеппін. Үйге тақтасын көтеріп келген кезде әкем айтты, балам, осы не көтеріп жүрсің деді. Айттым, тоғызқұмалақ деп, кәнеке аш, кәнеке, не нәрсе көрсетші деді. Қалай бастайсыңдар, қалай нетесіңдер деп. Соны әкеме көрсеткем. Сосын әкем айтты, мен бала кезімде таныспын бұнымен деді. Бірақ енді ұмытып кеттім, арада қанша жыл өтті. Қалай ойнағанын дейді? Иә, бала кезімде ойнаған үлкен ақсақалдарды көргем деп. Сонымен екеуміз ойнап көргем, сөйтсем әкем қарама-қарсы ойнайды екен. Біздер қуып ойнау әдісін неғамыз. Сөйтіп әкеменен бір 3-4 рет ойнап неткемін. Жаңа айтайын дегенім, жаңағы жігіттің сөзінен кейін қазақта ұлттық ойын қарт екен ғой деген сөзді естігеннен кейін намысқа тырысып, сол 4 жігіт қалай да болмасын біз осы тоғызқұмалақты Өзбекстанға, өзбек ағайындарға көрсетейік. Біздің ұлттың қандай екенін деп намыстанып, жатып тұрып, тіптен жұмыста қалып, соны 3-4 сағат ойнап, тереңірек үйреніп, сөйтіп болмаса айтып отырмын, 86 жылы бастап үйрендік, 87 жылы халықаралық жарысқа қатыса бастадық. Нағашыбай Әмитұлы, сіз енді осы көптен бері мектепте тоғызқұмалақ сабағынан оқушыларға үйретіп жүрсіз. Енді сіздің қандай шәкірттеріңіз қандай жүлделер алды, қандай жарыстарға қатысты, сол туралы айтып кетсеңіз. Жыл сайын облыс дәрежесінде, республика дәрежесінде іріктеу және чемпионаттары өтіп тұрады. Мысалға алатын болсақ, мына біздің осы Теміртау қаласында мінекей біздің бір қызымыз, Каримова Лина деген қызымыз, Теміртаулық, осы өзіміздің 17-ші мектепте, нөмір 17-ші мектепте оқыған. Бұл кісі енді мұны жетістіктеріне қарап отырсақ, енді мен мұнан несін не алмайын. Прагадағы 2017 жылы 4-ші әлем чемпионатында 1-ші орын алды. 2017 жылы халықаралық турнирде Прага қаласында өткен. Бұнда да 1-ші орын алды. Онан басқа 2017 жылы президентіміз Назарбаевтың жүлдесі үшін халықаралық турнирде де 1-ші орын алды. 2017-18 жылдары командалық чемпионаттарда 1-ші орын иеленді. 2018 жылы халықаралық турнир Пардубичи деген қалада 2-ші орын алды. Бұл қызымыз Азия чемпионы болып, осы өзіміздің өңірден Азия чемпионы атағын алған қызымыз болды. Нағашыбай Әмитұлы, сіз біраз жарыстарға қатысқан екенсіз. Міне алып жатқан жүлделеріңізді де көріп отырмыз. Осының ішінде сіз үшін бір жақын, бір айрықша қымбат жүлде туралы айтып өтсеңіз. Бұл жүлделердің көбісін байқап отқан шығарсыздар. Осы Қарағанды облысындағы Арай спорт қалалар аралық жарыстарды алғанын көбісін, бұл 2008 жылдан бері. Бұл нелердің ішінде ең қымбаттысы деп отырмыз. Мына түрі 3-ші орын деп қойған. Міне бұл 1991 жылы Алматыда халықаралық жарыс өтті. Бұл жарыс достық Алматы деп аталынды. Яғни бұл Орта Азия және Қазақстан Республикасының достық спартакиадасы болатын. Шіркін-ай, осы бағалы қазынамызды өскелең ұрпақты тәрбиелеп, оларды терең ойлауға, өз ойын ұшқырлап айтуға қолдана білсек, қандай жақсы болар еді. Тоғызқұмалаққа тосырқамай қараңыз, ата дәстүр салтыңызға санаңыз, өзіңді өзің қазақпын деп санама, бұл өнерді үйренбесе балаңыз.
деп абай атамыз бекер айтпаған болса керек.